Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге Бупи Пай санды тортын жасайтын боламыз. Ол үшін біз ең алдымен сары майымызға шоколадымызды қосып, су моншасында ерітетін боламыз. Астын жай қойып, суымыз қайнап, ертеміз. Енді ыдысым таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстіне құм шекерімізді салып, миксердің көмегімен ағарғанша миксерлейтін боламыз. Жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Менде бүгін 40 санын жасайтын боламын. Массамыз осылай ағарады. Міне шоколадымыз еріді. Ыстық судан алып, суытуға қойып қоямыз. Енді құрғақ заттарымызды біріктіреміз. Ұнымызға какаоны електен өткізіп, разрыхителімізді қосып, барлығын араластырамыз. Ұнымызды електен өткіземіз. Какаоны осылай електен өткізген жақсы, өйткені ішінде түйіршіктер жүреді. Соның барлығы жазылуы керек. Барлығын жақсылап араластырамыз, шетке алып қойып қоямыз. Енді жұмыртқалы массамызға еріген шоколадымызды 3-4 минут суытып, құйып жіберетін боламыз. Құйған моментте миксердің көмегімен тезірек араластырып жіберген жақсы. Өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін де тез араластыруымыз керек. Енді осы массамызға електен өткізілген ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды 2 бөліп қосып, миксердің көмегімен ұнымыздың түйіршіктері жазылып, массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Енді біз өзімізге керек форманы осылай пергаментке сызып аламыз. Менде осындай арнайы цифра. Егер бұндай цифраңыз болмаса, А4 форматында өзіңіз қолдан сызып, солай жасасаңыз да болады. Не болмаса бұндай цифра, арнайы цифра кондитерский магазиннен кез келгенде сатылады. Бір алып қойып, осылай пайдалана беруге болады. Енді дайын болған массамызды кондитерлік мешокқа құйып, санымыздың үстіне құйып шығамыз. Бірінші осылай шет-шетін түзу қылып сызып аламыз. Қалған жерлерін, қалған осылай массаны құйып, толтырып шығатын боламыз. Тым көп мөлшерде құйып жіберуге болмайды. Коржымыз көтеріледі. Орташа, егер қасықпен салсаңыз, 2-3 ас қасық жетеді. Осылай барлық жеріне жайып, коржымыз біркелкі болып шығу үшін осылай жасаймыз. 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Міне корждарымыз дайын болды. Енді бағанағы цифрамызды қойып, артық шеттерін кесіп шығатын боламыз. Пышақтың көмегімен, не болмаса роликовый пышақтың көмегімен кесе берсеңіз де болады. Осылай барлық жерін кесіп, барлық санын тегіс қылып аламыз. Міне 0 саны,
менде осындай 0-дан 3 корж, 4-тен 3 корж шықты общий осы количествода. Осылай барлық неміз дайындап болған соң кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін құрғақ таза ыдысымызға творожный сырымызды салып, оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Екеуін бірінші жақсылап лопатканың көмегімен творожный сырымыздың түйіршіктері жазылғанша шайқап аламыз. Миксерлеуге де ыңғайлы болады. Осылайынан бірінші езіп алған жақсы. Енді миксердің көмегімен осы массамыз сәл өз қалпын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Енді салқын сливкімізді осы массаның үстіне құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Миксердің жылдамдығын бір-бірлеп қосып отырамыз. Креміміз өзі жайлап қоюлана бастайды. Міне біздің креміміз осылай болып шықты. Керемет болып шығады. Енді менде осы бипайға арналған 807-ші насатты мешокқа кигізіп, тортымызды жинауға кірісеміз. Мешогымызға салып, кремді осылайынан шаригін шығарып, сыртқа жинайтын боламыз. Бастапқы жасағанда қолыңыз үйренгенше қиындау болуы мүмкін. 2 мәрте жасаған соң қолыңыз үйреніп кетеді. Бірінші сырт жақ беттерін жасап аламыз. Орталарына осылай кремді жағамыз. Енді оның үстіне келесі коржымызды қойып, үстінен кремде орнығу үшін сәл-сәл басамыз. Қатты күш түсіруге болмайды. Осылайынан барлық коржымызды жинайтын боламыз. Менде осындай торт шықты. Әрлеуі, сәндеуі өз еркіңізде. Каналға тіркеліп қойыңыз.